Ассаламу алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін осындай кереметтей кабачкиді қуыратын боламыз. Ең алдымен табамызға майымызды құйып, картопымызды жақсылап ұзыншалап турап аламыз да, қызып тұрған майда қызартып әдемілеп қуыратын боламыз. Егер сіз картошканы ұнатпайтын болсаңыз, онда қоспай қойыңызға болады. Мен өзім қосамын, дәмі керемет болып шығады, отбасым жақсы көреді. Одан кейін пиязды бір дана жақсылап осылай ұзыншалап турап, оны да қуыратын боламыз. Осыдан кейін кабачкиді саламыз, жақсылап бұны да қуыратын боламыз. Қуырған кезде міндетті түрде көп араластыра берудің қажеті жоқ. Езіліп кетуі мүмкін да, сол себепті астынан үстіне жайлап араластырасыздар. Кішкене тұз қосасыздар, соя соусын құйдым, қалауыңызша. Тағы да қандай да бір дәмдеуіштер қосамын десеңіз өз еркіңіз. Одан кейін қызанақты қосамыз, сарымсақ, яғни чеснок. Осыдан перецтерді қосып, жақсылап бір қуырып, бетін жауып, 15 минутқа бұқтырып қоямыз баяу отта. Осымен тамағымыз дайын болды. Ас болсын, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы.